Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 2-ші сынып 10-шы сабақ. Тақырыбы өнерлі бала сүйкімді. Шығармашылық жұмысты орындайсың, өлеңді рөлге бөліп оқуды үйренесің. Бірінші тапсырма: өнер түрлерін ата. Суда жүзу, пианинода ойнау және коньки тебу. Ойлан, жүзуді үйренген баланың орнында болсаң, не істер едің? Бірінші біз 2-ші мәтінді, яғни өлеңді оқып шығыңдар балалар. Осы өлеңнен кейін тапсырмаларды орындайтын боламыз. Жаңа ойлан деген сұрақты оқыған болатынбыз. Енді жауап берейік. Жүзуді үйренген баланың орнында болсам, таяз жерден қорықпайтын едім. Балалар, суға түскен кезде ол жерлерде суға шомылуға болмайтын жерге бармай, тек қана рұқсат етілген жерде ғана өзенде шомылу керек. 4-ші, өлеңнің соңғы шумағын көшіріп жаз. Ұйқас сөздердің астынсыз. Балалар, әдемдеп, көркемдеп көшіріп жазыңдар. Мойымадым бірақта, жаттықтым мен бір апта. Үйренген жан жалықпай, жүзеді екен балықтай. Яғни ұйқас сөздер бірақта, бір апта, жалықпай, балықтай. Есіңе сақта, диалог. Екі немесе бірнеше адамның бір-бірімен сөйлескен сөздері, әр кейіпкердің сөзі жаңа жолдан жазылып, алдына сызықша қойылады. Балалар, біз диалог арқылы күнде сөйлесеміз, мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы. Енді 5-ші тапсырмаға көңіл бөлейік. Рөлге бөліп оқы. Ақынның ойын жалғастырып диалог құр. Шортан: судан аға қорқам, жұтып қояр шортан. Шортан жыртқыш балық, емес сонша алып. Айналайын ботам, жұта алмайды шортан. Енді шортанның біз диалог құрастырайық осы мәтінге. Аға, мені шортан жұтып қояды. Інім, шортан жыртқыш балық емес. Ол қандай балық? Шортанды адамдар аулап жейді, түрлі тағамдар жасайды, сондықтан қорықпа. Жарайды аға, түсіндім, енді қорықпаймын. Жарайсың інім деп мақтап қойды ағасы. Жүзе білгеннің денсаулыққа қандай пайдасы бар? Өзіңнің немесе отбасындағы үлкендердің өнері туралы әңгімелеуге дайындал. Жүзу спорттың бір түріне жататын болғандықтан денсаулыққа өте пайдалы. Жүзу тыныс алу жолдарын ашады, бұлшық еттерді қатайтады, бойдың өсуіне көмектеседі. Ендеше балалар, өздерің отбасында қандай өнер? Сондықтан оны өздерің мектепте, сыныпта талқыға салыңдар. Шығармашылық жұмыс өзің таңдаған өнер түріне қажет бір құралдың суретін сал. Мәнерлеп сырғанау, үлкен теннис және хоккей. Біз мына жерде теннисті суретін салып қойдық.